Джонни Айв туралы 13 ерекше фактілер. Сэр Джонатан Пол Айв, ағылшын-американдық дизайнер. Apple компаниясының дизайн жөніндегі бас директоры. Ол iMac, Mac Pro және MacBook компьютерлерінің сыртқы түрін жасап ойластырды. Ол iPod, iPhone және iPad дизайнына жауап береді. Оның идеяларының көпшілігі көптеген компаниялардың барлық заманауи құрылғыларында қолданылады. Ол телекамералардың назарына және қоғамда өзін көп танытқысы келмейді. Сондықтан жаңалықтар басылымдарының алғашқы жолақтарында өте сирек түседі. Міне, қазіргі заманғы ең көрнекті дизайнерлердің бірі Джонатан Айвтың өмірінің бірнеше қызықты фактілері. Джонатанның әкесі зергер болды. Майк Айв білімі бойынша зергер болды. Ұзақ уақыт колледжде зергерлік істен сабақ берді. Ол ұлына шығармашылыққа деген сүйіспеншілікті, қол еңбегін және бірегей заттарды жасауда барынша көтермелейді. Джонатан студент кезінде телефонның дизайнын жасап шықты. Айв оқытушыларының бірі. Ол ұялы телефондардың дизайнын жиі сурет салып, ұсақ бөлшектерге дейін ойластырғанын есіне алды. Ұялы телефондар ірі кірпіштің пішінінде кейіпте болғанда, кішкентай бала қалпында ол ұялы телефонның жіңішке макетін ыңғайлы, ең кіші детальдарына дейін көркем етіп жасап шықты. Айв тарақтары мен унитаздардың дизайнын жасады. 1989 жылы Джонатан Айв өзінің шығармашылық жолын Tangerine Design компаниясында бастайды. Лондон фирмасы қолдану саласына қарамастан түрлі жобалар үшін алды. Жұмыс барысында Айв портфолиясы сантехникалық бұйымдармен, жиһаздармен және тарақпен толтырылды. Жобалардың бірінде тіпті тапсырыс берушілер тым қымбат өндіріске байланысты бас тартқан унитаздың дизайны да болды. Джонни Айв Джобспен ешқашан кездеспеуі мүмкін еді. Джобс қайтып оралғанға дейін Apple ең қиын уақытты бастан кешіреді. 1992 жылдан бері компанияда жұмыс істеген Айв 1996 жылы жұмысын ауыстыру жайлы ойлайды. Ол шындап кетуге тырысты, бірақ Джон Рубинштейннің арқасында ғана Apple'де қалды. Компанияның вице-президенті Айвтың талантын жоғары бағалап, Apple'да Айвты ұстап тұру үшін айтарлықтай барын салды. Айв Apple'да ақ түсті алға тартты. Бастапқыда Джобс компания өнімдерін рәсімдеуде ақ түстен үзілді-кесілді бас тартты. Стив ақса айтты. Apple Store дүкендерінде де ақ түсте және Mac'тарды да ақ түсте көргісі келмеді. Джобс тек Moon Grey реңімен ғана келіседі. Бірақ Айв Стивті асыра көндіріп, Apple өнімдері мен сервистері үшін негіз ретінде ақ түсті қолдануды бастады. Айвтың Apple'де құпия зертханасы бар. Джонатанның студиясы бөтен көздерден мұқият жасырылған. Компанияның кейбір жоғарғы лауазымды қызметкерлері ғана оның орналасқан жері туралы біледі және оған қол жеткізе алады. iOS операциялық системасын әзірлеу жөніндегі бұрынғы вице-президент Скотт Форстелл сұхбатының бірінде бірде-бір рет Айв зертханасында болмаған және оның қайда екендігін білмейтінін мойындайды. Джонни Айвтың кеңсесі бос шыны текше тәрізді. Apple'дың кейбір басшыларының Айв кеңсесін үлкен шыны текше ретінде сипаттайды. Онда Джонатан шабыт алады. Тек үстел, кресло және үстел шамы бар. Ешқандай жеке заттар мен ұсақ түйектер жоқ. Айвқа Apple'дағы жұмысты ешбір адаммен талқылауға болмайды. Apple мен Джонатан арасындағы келісім шарт тармақтарының бірі корпоративтік деректердің құпиялылығын сақтау бойынша кеңейтілген міндеттемелер. Айв ең жақын туыстарымен де жобаларды талқылауға құқығы жоқ. Жұмыс істеуді егжей-тегжей көрсете алмайды. Оған өз балаларын жұмысқа әкелуге тыйым салынады. Айв Apple'ды басқарғысы келмейді. Жақын достары мен әріптестері Джонатанды мансаптық өсудің ықтимал перспективалар туралы өзінен жиі сұрайды. Айв әрдайым оны басқару мәселелерімен басшылығы қызықтырмайды деп жауап береді. Ол тек Apple'дағы сүйікті ісімен айналысқысы келеді. Айв мультфильм жасауға қатысты. 2008 жылы Pixar студиясынан Валли толықметражды компьютерлік мультфильмін прокатқа шықты. Айв басты кейіпкерлердің бірі робот Еваның дизайнын әзірлеуге қатысты. Айв Ұлыбританияда бірнеше титулға ие болды. 2005 жылы ол Британ империясының командирі атағын алды. 2006 жылы Елизавета II патшайым оны Британ империясының ордені командирінің атағымен марапаттады. Тек 2012 жылы Айвқа Британияның рыцарь атағы берілді.
Джонатан қарапайымдылықты бағалайды. Бұл жағдайда Джобсқа өте ұқсас. iPhone'тың мақсаты әрдайым нұсқаулықсыз қолдануға болатын құрылғыны жасау болды. Міне, оның девайстарының қарапайымдылығы туралы дәйек сөзі. Біз қажетсіз деп санайтын артық нәрселерден құтыламыз. Егер 4 түймені 1 түймеге сыйғызуға болатын болса, біз оны жасаймыз. Біздің мақсатымыз құрылғыны пайдалану үшін ыңғайлы ету және өндірісті барынша жеңілдету. Apple'дағы iPhone'тың жалақысы мұқият жасырылады. Бірде-бір ресми есепте Джонатан Айв пен оның табысының сомасы туралы ескерту таба алмайсыз. Бас дизайнер компанияның атқарушы директорларының тізімінде жоқ, және ірі акционерлердің тізімінде де жоқ. Оның табысы туралы соңғы деректер 2013 жылы көрсетілді. Бұл Apple компаниясының басқа топ менеджерлердің жалақыларымен деңгейлес емес. Олардың жалақысы мен бонустары жыл сайын жарияланады. Міне, сіздердің қолдарыңыздағы iPhone'ның қайталанбас дизайнын жасаушы кісі туралы сіздерді біраз ақпараттандырып кеттік. iPhone'ды қолданудан алдын оның қызыққа толы тарихымен таныс болған дұрыс шығар. Біздің бұл видеолардағы мақсатымыз осы тұлғалар сияқты әр қазақ баласының бойында бар қасиеттері мен таланттарын оятып, олардың уақыттарын iPhone'ды бет алды ұстап отыра беруге емес, сол iPhone секілді құрылғыларды жасауға, IT саласын дамытуға уақыттарын арнасын деген ой болатын. Ендеше осы сияқты қызықты видеоларды жіберіп алмай, әрбір шыққан видеоларымыздан хабардар болып тұру үшін арнамызға жазылып, қасындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонымен бірге лайк басып, достарыңызбен бөлісу арқылы қазақша контентке барынша қолдау көрсете аласыз. Сіздермен болған Байдуллаев фильм бейне студиясы. Ал көріскенше.